Барлықтарыңызға сәлем. Көп уақытыңызды алмайтын белковый таңғы ас дайындаймыз. Жасалуы өте оңай, әрі дәмді болып шығады. Ең алдымен помидорды ұсақтап турап аламыз. Одан кейін тортильяны осындай форма бар болса, сондай формаға ыңғайластырып, орналастырып аламыз. Ішіне салған ингредиенттеріміз ағып кетпеуі үшін. Тортилья лепешкасының орнына кәдімгі лавашты да қолдансаңыз болады. Екеуінің айырмашылығы лаваш кішкене жұқалау болады, ал тортилья қалыңдау болып келеді. Енді тортильяның ішіне 2 жұмыртқаны саламыз, творогты, помидорды, дәміне қарай тұз, бұрышты қосып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Негізі бұл таңғы асқа шпинат жақсы келетін еді, бірақ менде шпинат болмады, оның орнына кәдімгі петрушканы қоса салдым. Негізі шпинат болса идеальны болып шығады деп ойлаймын, сондықтан егер қараңыздар, сіздерде шпинат болып жатса, онда шпинатпен жасаған дұрыс болады. Ең соңында бетіне теркадан өткізілген сырды салып шығамыз. Духовканы алдын ала 180 градуста қыздырып қоямыз. 180 градуста 20 минуттай пісіріп аламыз. 20 минуттың ішінде осындай таңғы ас дайын болды. Сырты өте қытырлақ, ал іші өте жұмсақ болып шығады. Егер таңғы астарыңыздың әртүрлі болғанын қаласаңыздар, осындай таңғы асты міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Мен оңай әрі қолжетімді ПП рецептермен бөлісемін. Каналымнан 4 уақыт тамақтануға арналған түрлі ПП рецептерді таба аласыздар.